Сұрақ қоя бермейін, шай ішейін. Так, мама екіміз шай ішіп алайық, балайықты атқанда. Жақсы. Шайдың үстінде мен бір сұрақ қоямын сізге. Ене мен келін қандай болу керек сіздің ойыңызша? Келін менен ене тату болу керек. Келген жеріне келін сіңіп кету үшін ене дұрыс болу керек. Келін ақылды дегенін үйрету керек, айту керек, көрсету керек өзі. Ене дұрыс болса келін қандай болады? Келін жақсы болады. Өзі қазақтан мақал бар ғой. Жақсы жерге түскен келін болады, жаман жерге түскен келін келсап болады деген. Мен соның бәрі дұрыс айтылған әңгіме ғой. Ол баста ата-бабаларымыз, ата-аналарымыз бәрі айтылған ғой. Келінге деген ененің қандай шығын шықты? Оны біреу туды, өсірді, оны әкеліп сен қолыңа берді. Енді оны одан ары қарай енді осы шаруашылығы менен балаларын қалай өсіру керек, баланы қалай тәрбиелеу керек. Соның бәрін енесінің жолымен жүру керек келін. Келімен ене тату болу керек. Үйдің берекеті әйелде ғой қай уақытта да. Қай уақытта да әйел адам тату болса, жақсы болса, үйдің берекеті де болады. Ол содан артық байлық жоқ. Алла тағала өзі о баста өзі әйел адамды сол үйдің ұйытқысы, берекеті қылып жаратқан ғой. Мына балдардың бәрі әжеге қарайды, балдардың бәрі мамаға қарайды. Ол әке дегене жұмысқа барады, келеді, шаруа, ол даладан жүзден тауып әкеледі. Оны ұқсататын әйел адам. Міне неңді мұраларын жасамасаң, саған кім береді? Ауылда отырғасын жерде мынандай тамақтарын пісіріп, тарыңды қуырып атсын, мынандай ірімшігіңді жасап атсын, құртыңды жасап атсын, айраныңды үйтіп атсын, сиыр сауып, қаймақ майын беріп атсын. Мен ойлаймын, енеменен келін осылай бір тату болып жүрген. Алла тек ұзағынан қылсын, тіл көзден аман болайық. Аумин. Алла тағала тек бізге денсаулық берсін, балаларымыз аман болсын. Мен айтар едім көпшілік енелерге, келген келінді әдемілеп өздеріңе бауырларына басып сіңіріп алыңдар деп. Өз балаңдай қылып қарау керек, сіңіріп ал деген, өз балаңдай қылып қарау керек. Мен баласысын, қызсын. Соны енді өзіне үйретіп алу керек қой. Бір сұрақ. Келін мен ене көп жағдайда келіспей жатады, енді 80% деп айтайын. Мен айтар едім, олай болғанда ол енеге байланысты. Ене қатты сөйлейді, ұрсады оған, мынауын келіспей қалды, өйтті, бүйтті деп. Оны келін көтере алмай қалады. Енді өзінің мамасы болмағасын жерде кішкене қанша дегенмен шеттеп тұрады ғой. Ондай уақытта ол жайлап айту керек. Балам, саған қатты ұрыстым ба, кешір енді. Мынауың бұлай емес еді, мынауың дұрыс емес еді, мынауың бұлай болғанда дұрыс болатын еді деп айту керек еді. Ол сондай уақытта келіспей енді қайдан дейін. Семья жақсы болу үшін ене мен келін тату болу керек. Бірінен бірі сұрау керек, кешірімді болу керек. Келіндерге, жаңа түскен келіндерге не айтар едіңіз? Жаңа түскен келіндерге айтар едім, жолдастарыңды сыйлап, енді сүйіп қосылған жолдастарыңа сыйласаңдар, оның ата-енесін, әке ата-анасын сыйлаулар. Ең соңғы сұрақ. Сұрақ қоя берсін маған. Мен қандай келінмін? Менің ойымнан шыққан келінсің. Мен өзім әуелде тілеп едім, осы балама жолдасы жақсы болса, осы менің жинаған кішкентай болса да аз-мұз дүниямды, қасық тостағанымды әдемілеп ұстайтын жақсы келін болса деп тілейтін едім. Өзім бүкіл мінезіңнің бәрі маған ұқсайды. Енді өзіңе ұқсайтын келінді бол деймін бе? Сен де ұл өсіріп отырсың, қыз өсіріп отырсың. Алла бұйыртса келін аласың сен де. Өзіңе ұқсайтын жақсы келінді болыңдар деймін бе? Балам екеуің осы балдардың қызығын көріп аман сау жүріңдер. Біздің немізді жалғастырып, ары қарай ұрпағын. Жапырағымыз жайылсын, енді Алла тағала тек Алланың бергеніне шүкір деймін. Бәрі Алланың қолындағы нәрсе бар жоқ. Біздің қолымызда еш нәрсе де келмейді. Бәрі Алладан. Әлгі айтады ғой, Алладан бұйрықсыз қурай да сынбайды деп. Бір шөп те сынбайды деп. Соның бәрі Алланың бұйырымы. Шүкірмін, Аллаға шүкірмін. Енді осы көрінген балдардың қызығын, рақатын көрсетсін Алла тағала. Ауытпасын. Сыйластығымыз ұзағынан бол. Үлгілі келінсін. Мен айтар едім, ризамын. Өмірге Аллаға ризамын. Үлгілі келін осындай өзінің айтқанымен, өзіңді сыйлап, папаңды сыйлап, атаңды, жолдасыңды сыйлап, осы үйде әйтеуір қолынан келгенінше жасап, жәрдем беріп, қолынан келген істің бәрін істеп атсын. Істеу керек болса, 10 жасап атсын,
Тамақ пісіру керек болса, қолыңнан келгенін, білмегенін сұрап алып жатсың, әйтеуір қолыңнан келгенін бәрін жасап жатсың. Ризамын саған. Рахмет, сұрақтарыма жауап бергеніңіз үшін. Енді шайымызды асықпай тәттілеп ішіп алайық, бала оянғанша. Сұрақ қоя бермейін, шай ішейік.